Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызылшадан осындай өте оңай мерекелік дастарханымыздың сәнін келтіретін салат жасайтын боламын. Алдымен картошкамызды осындай ірі теркадан өткеріп алып, салқын суға 15-20 минутқа салып қойыңыздар. Одан соң картошкамызды судан шығарып алып, кептіріп, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Осындай әдемі алтын түстес етіп қуырып алыңыздар. Мінекей салатымызға қажет заттарымыз осылай дайындап аламыз. Піскен қызылша, сәбіз, 3 жұмыртқа, майонез, осындай кукуруз керек болады. Жұмыртқаны дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп турап алатын боламыз. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа жылдық дастарханымызға кереметтей салаттардың рецептімен бөлісетін боламын. Бөлек ыдысымызға осылай салып аламыз. Сәбізді де осылай ұзынша етіп турап алыңыздар. Қызылшамызды да осылай ұзынша етіп турап алыңыздар. Негізі бұл салатты күнде жасап жесеңіздер, өте адам денсаулығына пайдалы, қанды көбейтеді. Қызылшамызды да осылай ыдысымызға салып, одан соң қуырып алған картошкамыздың жартысын салыңыздар. Консервіленген жүгері мен дәміне қарай тұз қосамыз. Енді салаттың үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей аз уақыт ішінде салатымыз дайын болды. Өте әдемі, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді қалған картошкамызбен осылай бетін әдемілейтін боламыз. Салатымыз сонда дастарханда өте әдемі болып тұрады. Салаттың бетіне осылай жүгерден де себелеп жіберсеңіз болады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жаңа жылдық дастарханымыздың сәнін келтіретін кереметтей рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.